Белгілісінше ноғайлар көп өмірлік тарихы болған бұрынғы түрк түрлі евразиялық халық болады. Соға көре әлі орта өмірлерден алып дештем қыпшақ кеңгіріклерінде көшіп қонып яшау сүрген халқымыз ер дүниядың көзін билеп термелерін кең құрып яшаған. Өкінішке ноғай өкіметлігі бұзылғаннан соң ноғайлар яқұттастай болып дүния өзіне яйылғанлар. Неше өмірлер өтсе де олар өзінің бұрынғы бай тарихын, игадетлерін, тілін, адабиятын, маданиятын, емсаниятын сақлама çalışқанлар. Ноғай йұртлары ақында Жабаз елдің есті яшаушыларының бірісі, Россия ноғайларының федералық миллет маданият автономиясының өр советінің жетекшісі Валерий Казаков бұлай деп хабарлайды. Мұнда басқазықлар бұлайда бізде юрт дейлер, Алақай ауыл деп айтады. Мансуровский, Нижний Мансуровский. А өзі ноғайдың есімен Қази ауыл деп айтады. Қази ауыл дейтін. Алақауын нашеті, сол мына бөлмешеті шеті, міне ерді, мына несі, Қази ауыл деп айтылады. А мына сөйлеп тұратан еріміз юрт дейлер. Ноғайдың юрт дейтін, сол кішке ордадың, сол алтын ордадың, сол кішке орда деп айтады. Бізді сол Малайына Гайский арда деп айтылатын историяда. Мұнда бізде сол кішке ордадың Қази ауыл дейтін несі. Анекта жоғарда бұлайда Ажы қала дейді. Оның үстінде Кремль тұрған, оның үстінде. Сол Кремль ішінде керуан сарай да болған. Сол Кремль ішінде көп затлар болған. Ақ мешіт деп, сондықтан ақ мешіт. Ақ мешіт дейтін ақ керпіштің етілгі жоқ та, оның үстінде айтылға жоқ. Ақ мешіт дейтін муфти, региональный муфти отыратан неге, сол ақ мешіт деп айтылған. Қырымда Симферополь деді, бізде мына Ажығала, мына Ажығала деп неде, соның ішінде ақ мешіт тұрған. Арияқта, Қобанның арияғында орыс станицаға, оғыда Белая мечеть деп, Белая мечеть дейтін, орысша перевод орысша Белая мечеть, а өзінің аты ақ мешіт. Ақ мешіт, соны ақ мешітті, соны Белая мечеть деп, ориентир болған, казачий пост болмас деп. Онан соң ерге жиылып, арияғында Россия, яғында Кримский не болып, ер болып, қарам бір кесегі, сол нетіп, сол кішке ордадың бас қаласы, столицасы былайда болған. Сол мезарлары сол яғында. Аны жоғарда да бар мезарлар, сол паломниктер нелергенде, солар неттен көміледі. Имен ерде мезар бар. Соң арияқта бар мезарлар. Алдын мына айтып ескеме, мына Купчаков кім айтқан еді, маған хабар айтқан еді. Қази, мына Анапиев, Купчаков, Теміржан, сол қартларын жиылған заманда, бұлайда бір мероприятие, председатель совет заманында, сол zaman хабар айтқан еді. Алдын, значит, ауыл екі судың арасында тұрған деп, Қобан мен кішке Еліншіктің арасында тұрған деп. Бір кесегі ауылдың бір кесегі Қобандан су ішкен, бір кесегі Еліншіктен су ішкен. Сондай замандар болған дейді, анаяқта су бұғанып кесе Қобаннан, неяқта Еліншік таза деп. Сойтып, мұнда тұратан болыныр. Малмен неге көшіп, тауға неге көшіп, үйретам, ерді мал не қарап, несінде көне бол. Сонан себеплі бізде надай не, мұнда тамғалар. Әндіксі, сол қартлардан нелерден саулай бергілі болады, бізде ноғайларда адет келеді, ертеден бері келеді, мұна Евразияның несінде, қайсы ердері, қартлар айтатан еді, қайсы ердері бас қазықта тамға көрсеңіз, соң ерге тоқтап дуетіңіз, біліңіз, ноғай адам көмілген деп тамғаны. Ноғайда екі зат болған. Бас қазыққа тамға салынған, өрген заманда адам, атқа салынған тамға. Тамға дейтін сол. Анаға басқа айуанларға нелерге салынған тамға деп айтылмайды, орға деп айтылған, Соны үшін, сол заттарды міне сөйлен ары сөйле кегендер, сөйле тамғаларын нелерді зикілер, Ярдайкапов кеген, несінен әлімдермен міне сөйле кегендер, бұлайда айланып шықяқларын еді. Бұладан алдында Турциядан да кегендерді өздерінің нелерін тауып кеттілер. Бүгіндерден ноғайлар рауымыздың 6 субъектінде яшайдылар. Республикамыздың юртында да тамырлы халық болып саналадылар. Қарашай Шәкеш Республикасынан ноғайлар бәленше өмірлер артта яшап құрғанлар. Сол затлар ақында бұрынғы қабырлардағы сынтаслар да ашық беркітеділер. Әуелгісін білмегеннің келейіктегісі жоқ деген бұрын ата-бабалар. Сол айтудың ақиқатлығы бүгінде өзіне есеттіреді. Бізге айтатан еді, сол Қырымда сол соғыстар болатандан, яққа көшетандан Қазиман, Қарасай, сол екеулер бірге кегендер.
Қарасай інісі, Қази ағасы. Сол келеді, Қази былай да тоқтайды да, Қарасайға айтады, сен несімен қасына біраз аскер береді де, бір бірінші адамдармен, сол бір 30-40 аттылармен, sonra ана жаққа кетеді тауға. Сол тауға кетіп, анда таудың несі сонда тұрып, адам жоқ былайдан тұрамыз деп, соны Қази берген, бір зат болып отырса, нетсе, ана династияны жоғаттырмек үшін болар. Сонда нетеді, ана сол Қарасай анда тұрады, уже біреуде жоқ былайда деп қазан асып нетіп, қой сойып нетіп, қазан асып нетіп тұрған арасында, қазанына су алма барады, су алған заманда, сол қазан ішінде мынадай емішқа шығады. Емішқа дейтін білесің, не? Стружка. Сол емішқа шығады. Соны көреді, Қарасай айтады, дауза қайдан әкелді? Судан, ашынау қайдан шыққан? Білмеймін дейді. Қайтсыз адам жоқ деп жатырсыз дейді. Іздеңіз деп. Тағы жөнейлер. Сонда барса дорбынларда, нелерде, анда-мында адамдар сонда бар. Қартларымыз хабар айтады. Сонда неткенде бәрі дорбынлардан нелерін түсерлер. Сонда ана нелері сөйлейдер, біртті тіліміздің ойша сөйлейдер. Араларында бар сыванлар да, нелер да, ұрыстар да, нелер да болғанар түрлі. Адам сол басынан сол нелерін ойлап. Көп яшағаннан сорама, көп көргеннен сора дегенше, көп еллардың бойында язушылық, емгемағатшылық ісілерімен белсінді кәрлеп келе жатырған Валерий Казаковтың беркіткенше, Кішкей Ноғай өкіметінің бас қаласы Қобанман еліншік сулары айқасқан ерлердегі Ажы қаладың қасында орынласқан болған. Айтпаға сөйлегі еркін халық ауылының керу яғындағы Ажы қаладың етегінде бұрынғы ескі қабырлар сақланғанлар. Олар бүгінлерде сосы ерде езілген сынтасылар ата-бабаларымыздың яшау сүргендер ақында ашық беркітеділер. Бірнеше жылдар артта Туркиядан келген ноғайларда сосы ердегі сынтасылардан өз тамғаларын тапқанлар. Біз сөйлеп басладық құлықты. Бірінші осы бұрынғы мезар, Қазы ауылдың ескі мезары. Мында өкінішке таслар бек ескі, нелері язулары тайған. Өкінішке бұл ескі тасларда бұрынғы заманларда көбісінше язу да етпей тамғасын салып қоятан болған. Соның үшін біз біріншілей ендігі язу қалған жоқ деп біліп келіп, сама тамға қалған мекен деп келген едік. Бір тамғады Аллаға шүкір таптық, көрдік, сөйлеп оны yazып аларсыз сіз камераға. Бұл ел ендігі ескі ел деп біз санаймыз. Bizim Қазы мырзамыз Кіші Ноғайдың биі болып келген. Ендігі олар 16-шы yüzyıllıkта шыққан. Мен ойлаймын, бұл жерде ауыллар нелер 17-шы yüzyıllıkқа ерлескен яйлаған деп сөйтіп ойлаймыз. Міне осы таслар, бұрынғы таслар, тарихымыз ерге кетіп бар жатыр, міне ерге ініп кетіп бар жатыр. Соның үшін мұны келіп, тергеп, ендігі міне тапқан тамғады, Аллаға шүкір, оны көреміз. Адамдар тамғаларын салып, кешкенлерін көмгенлер. Соны да көріп, сіз язарсыз деп ойлаймын. Алімлердің ойларына көре, юрттағы сынтаслардың тарихы әлі 16-шы yüzyıllıkқа акетеділер. Бүгінлерде алімлерді сынтаслардың ерге өңіп бара жатырғанларды ашықтың ысыландырады. Сол себепледі таслардағы тамғалардың язулардың көбісі әлі де көрінмейділер. Кенемнің өзінде де иніндегі бай сұлыбы болған алімлер таслардан бір-екі тамғаларды оқымаға үлгірділер. Сол күн алімлермен бірге Еркін халық ауылының Қази өліс тарабындағы ших мезарды да жоқладық. Сөйлегі заманда бұл мезар ялпақ япырақлы тереклер өсіп орманға айлана жатыр. Қуандыра таған сол, тап солай болса да мындағы сынтасларда тамғалар Аллаға шүкір көрінеділер. Мы с Ахметом Аминовичем только что приехали. Это вот первое фактически кладбище, которое мы посещаем, Эски мезар. И
Ну, кладбище – это не только места, ясно, упокоения людей, это не то, что ушедшие, но для историков и для людей, которые живут, это возможность еще вернуть прошедшее к современности, вспомнить и возродить то, что было. И даже вот на этом кладбище, где не сохранилось надписей, вот есть камень один с тамгой, нагайская тамга. Это говорит о том, что вот это кладбище и аул, которому оно принадлежало, были нагайскими. И это еще небольшая страничка в истории нагайского народа. До этого с Ахметом Аминовичем Ярлыкаповым мы работали в Нагайском и ряде других районов Республики Дагестан. И у нас выходила книга по вот надмогильным камням, надписям Сентасвар. Это как раз книга вот про, в основном, про камни дагестанских нагайцев. Самый древний камень, который мы нашли, 1781 года, не так далеко от Кизляра. В то время Кизляр был русской крепостью. И кроме кумыков, кроме самых различных народов, там издавна жили нагайцы. И нагайцы очень яркий народ, в прошлом кочевники. Сейчас они давно уже стали другими, но как у любого народа, очень важна история, культурная память о прошлом, наследие прошлого и изучение не только камней, изучение вот даже вот это все маленькие места по-разному называются. И научно это называется микротопонимика, маленькие локальные названия. Микротопонимика, она тоже позволяет восстановить прошлое народа, прошлое края, прошлое Карачаево-Черкесии. И это только начало, но надеюсь, что в эту поездку у нас будет много интересных находок. Вот эти старинные кладбища, то есть это считается как генетическая память, да? А что нужно сделать, чтобы сохранить вот это? Может, как-то огородить или что-то там? Ну, здесь, во-первых, надо как-то это фиксировать. И вот сейчас стало проще. Еще там лет 30 назад были совсем другие средства съемки, фотоаппараты изменились. И, конечно, фотографирование очень помогает. И, кстати, есть какие-то вот первые снимки нагайцев, которые сделаны были в XIX веке. Тоже это важный источник. И для сохранения важна и фотофиксация, важна фиксация микротопонимики. Это тоже уходит, если вместе с людьми. Ну и, наверное, вот какие-то, особенно старые и ценные кладбища, неплохо было бы оградить. Жүздөгөн өмірлердің теренінен алып bizim заманға дейін кеткен халқымыздың әуелгі тарихы өмірлерге сол сынтасылардағы язуларда өмірлендірілгөнлер. Ноғайлар яшаған ерлерде сосындай тарихлық естеліктер, сынтаслар болғаны айлақта ару. Тек оларға да тиісті қарау бермей керек. Сол затты дұрыс аңлаған тарих дәрістерден оқытушысы, bu yurtun başçısı Magarbi Isaliyev bir kesek yıllar артта Шехмезарды тазалаған, адулы қоралаған. Elbette Magarbi Klishkerevичте халқын сүйген адамдар көп болсалар, тарихымызды сахи сақланар еді деп ойланамыз. Сөйлі Алақай ауылындамыз. Алақай ауыл деп айтылады. Алақай Мансуров ауылдың иесі болған. Екі қардашлар Алақай мен Шабаз сол аталар берген әрбіріне бірер ауыл. Біз яшаймыз Алақай ауылында. Соның үшін сөйлеген заманда Алақай ауыл деп айтадылар. Алақай ауыл деп айтқан үшін ауыл икон, ауылдың бір яртысын Қази ауыл деп айтадылар. Қази ауыл деп ауылдың ортасынан біз тұрған жерге шет бетке Қази ауыл деп айтады. Қази бұрынғы заманда мұрза болған, со біз бетке Керу Кавказға келген заманда ол біздің су еліншек Қобан сол екі судың арасында ауылды қондырған, сонда яшаған. Соның ақынан Евлия Челеби yazады. Турцияның путешественнигі келген заманда көрген ауылдың бір шеті
қобадан су ішеді, бір шеті еліншіктен су ішеді деп айтқан. Сондан соң ауыл міне көшіп келген біз сөйле тұрған жерге. Ауылда алдын адам өлсе, ауылдың ішінде көмілге жоқ, ауылдан шығарып көмгенлер. Соның үшін біз міне тұрған жерде ескі мезар деп айтылады. Соңында ол 16-17 өмірде болған болақ біздің ауыл. Сол заманда біз тұрған қасымыздағы мезарлар былайға салынған. Онан басқа Қази ауылдың яртысы болады. Ең шетін юрт деп айтадылар. Юрт мен бала болып есімде 30-40 ел артта юртта енте ескі үйлер бар еді. Ол 19-жы өмірінен беріліп тұрған болақ. Сол үйлер қалға жоқ, олар су бетке юық еді. Суымыз біраз ерек еді. Яр опырай ауылға юық болған. Алдыңғы заманда су ерек тұрған, ауылдан ерек тұрғанда суға юық болып үйлер бар еді. Сол юрт еді. Сөйлегедері маллар бағылтын еті үйретамын мына ветлерді юрт деп айтадылар. Белгі алімлердің бұл өнерде бардыратаған ілмі тергеулері алдыда өз еміслерін де берерлер деп сенеміз. Ауылда 3-4 қабыр бар. Мына қабыр ең ескі деп sayılады, онаға ескі қабыр деп айтадылар. Надан басқа енте біз соңында барымыз, Шейх Мазар дегенде бар, онда да баряқпыз. Мынау ең ескі қабыр. Мен ойлаймын, о 16-шы өмірінші, 16-шы 17-шы өмірден беріліп тұрады деп ойланамын. Надан басқа міне бізден қарасаң көрінеді. Қырдың басында Ажы қала деп тұрған. Со Ажы қаладың қасында да мезарлар бар, тек онда тастар көрінмейді. Совет Союзының алдын колхоз еткен заманда сонда еккен заманда тастарды жиғанлар, тазалағанлар, соның онда қалға жоқ. Сол қабырда бек ескі қабыр болағыды.